кез келген сәтте тек өзіңе ғана сену керексің да. Өзіңізге ғана сенген кезде ол кез келген ситуациядан өзіңіз ғана алып шығатыныңызды түсіну керексіз. Адам өзіне поддержка беру керек бірінші орында. Әрдайым өзіңізге жақсы сөз айту керексіз кез келген ситуацияда. Мысалы қазір соңғы кезде мен өзіме айтамын да, не только өзіме, мен басқа адамдарға да, жұмысшыларыма, достарыма, шәкірттеріме дейміз ғой енді. Оларға айтамын да, менің ішімде Ферраридің моторы бар деймін да. То есть мен бірден кейін бастасам, газды бассам болды, мен взлет, то есть өте үлкен скоростьта, жылдам, качественный солай жүремін деп айтамын. И білесіз бе, достар, когда сіз оны күнде өзіңізге, адамдарға айтып жүрген кезде, түп сана деген бар ғой, алдында айтып едім. Соған енгізесіз да, сіз осознанно, неосознанно сондай бола бастайсыз. Яғни, действительно сіздің ішіңізде Ферраридің моторы болады да. И сіз басасыз да, газды басқан кезде. Взлет аласыз, сіз тек жеңістерге жетесіз. Сондай күшті болады. Сондықтан да тек өзіңізге жақсы нәрсе айтып жүріңіз, жақсы тілек білдіңіз өзіңізге. Өзіңізді тек жақсы жағыңыздан да көрсеңізші.